Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз өте дәмді және дастархан сәнін келтіретін шоколадты кекс дайындаймыз. Бұл кекстің бір ерекшелігі ішінде тұтас алмұрт болатын кекс. Ендеше арнама тіркеліп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Ал келесі жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басыңыз. Ол үшін бізге алмұрт қажет. Сіздер үлкендеу 3 алмұрт алсаңыздар болады, немесе кішірек 4 алмұрт алсаңыздар болады. Қабығын аршып, суымызға қант қосып, сәл қайнатып аламыз. Барлық азық-түлік мөлшері сипаттамада жазылған. Суымыз қайнаған кезде лимон шырынын және басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен қалампыр қостым. Суымыз қайнаған кезде алмұрттарымызды сүлгін үстіне қойып біраз ұрғытамыз. Ендігі кезде қамыр, жібіген жұмсақ майымызды қант, тұз қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бөлме температурасындағы жұмыртқаларды бір-бірден қосып миксерлейміз. Барлық құрғақ ингредиенттерді бір-біріне қосып, жақсылап араластырамыз де, електен өткізіп, венчиктің көмегімен ақырын ғана ұнымызды араластырамыз. Кекс піскен кезде сындырып алмас үшін, ыңғайлылық үшін мен осылай пергамент қағазын төседім. Ендігі бізде штрих, бұл бізде піскен алмұрттарымызды қамырдың ішіне тұрғызып қоямыз. Егер алмұрт үлкендеу болса, ол кескен кезде әдемірек болып көрінеді. Пешімізді 180 градусқа қойып қыздыра бастаймыз. Жақсы қызған кезде шамамен 40-50 минут кексіміз піседі. Кексті тексеру үшін ағаш таяқшаны пайдаланамыз. Міне біздің кексіміз дайын болды. Қазір енді ақырын ғана кесіп көреміз. Видеоны соңына көргендеріңіз үшін рахметімді айтамын. Келесі жаңа рецептте кездескенше.